Сахих Муслимде жәннатқа ең соңынан кіретін адам туралы айтылған сөздерде былай келеді, пайғамбарымыздың сөздері. Бір адам жәннаттың кіріп, әйтеуір ең соңынан кіреді екен, 4 аяқтап кіреді дейді. Сол адам жәннатқа кіргеннен кейін Алла тағала ол кісіге, бізде жәннатта сондай нәрсе бар, сұрағаныңның бәрі беріледі дейді. Жәннаттың сондай қасиеті бар екен. Кірдіңіз ба, онда сұрағаныңыздың бәрі берілу керек. Міндет екен ол. Содан сұра дейді ғой әлгі адамға. Сұрап, сұрағаны таусылады. Сосын Алла бұл дүниедегі ұмытып кеткен нәрселерін еске түсіреді. Мерседес мін іштеп едім деп ойлайтынен ғой дейді. Сұрамайсың ба дейді. Деген сияқты заттарын еске түсіреді. Оның бәрі таусылғаннан кейін Алла өзі тағы да бір жаңа нәрселер айтады. Мынаны сұра, бұл жақсы нәрсе жәннаттағы. Ол білмейді ғой, ол жерде бар екен ондай нәрсені. Ондай нәрсе де таусылады екен. Сосын ризасың ба десе, мен ризамын дейді. Толық ризалығын алып алғаннан кейін, ал енді менен дейді, Алладан беретіні. Ойлаңыз. Енді ойлаңыз, енді сіз бір жерге, бір мықты сондай тамаша бір фирмаға енді скидка жасап, сондай бір жаңадегі бір мейрам кезінде барып қалдыңыз. Мына тауар алдыңыз ба? Иә. Осы тауар негізі бізде мына жақта ойнатылып, бір нәрсеге ойнатылып жатқан еді. Сіз мынадай нәрсе ұттыңыз деп береді. Қуанасыз ба? Қуанып қаласыз, е? Бірақ ол нәрсе ешқашан сіздің сатып алған тауарыңыздың бағасымен тең болмайды. Ол арзан болады негізі. Арзандау бір зат береді сізге. Бірақ мәз болып қаласыз. Ана тауарыңызды тағы да пәлен пайыз, 20% түсіріп бердім десе, құлайсыз ана жерде. Болды. Екі езуіңіз екі жақта ана жерде талтаңдап, 4 құбылаңыз түгел болып қайтасыз. Бірақ ол мына дүние ол. Бірақ соны сатып атқан, соны беріп атқан адам өзінің бағасының үстінде бәрібір шығарып алып жатыр ол керек нәрсесін. Ал енді оны шығаратын себебі ол зат оған керек, сол дүние оған егесіне. Ал Аллаға жәннаттың бір нәрсесі де керек емес. Алла мұқтаж емес ол нәрсеге. Алла бір нәрсеге мұқтаж емес. Онда екен сізге береді Алла тағала. Сөйтіп ризалығыңызды сұрайды. Ризалығын айтып боласыз ғой, я ризамын, дұрыс, бәрі дұрыс болды десеңіз, Алла айтады екен, онда саған осы қолыңдағыдай 5 есе дейді екен. Алланың бергенін қараңыз, 20% емес қолыңыздағыңыз. Қолыңдағыңыздан 5 есе көп нәрсе менен дейді, ала қойшы дейді. Жәннаттағы ең кедей адам дейді, пайғамбарымыз айтады. Аллаға айтады екен, я Аллахым, рұқсат берші, осы жәннаттағы халықты бір тойғызып жіберейін дейді екен. Ол кедей адамы. Байын есептемей ақ қойыңыз. Бір сөздерінде айтады пайғамбарымыз, жәннаттағы ең кедей адам өзінің малын 10.000 жыл санайды дейді. Малын, есеп қисабын санаса 10.000 жыл санайды дейді. Ол сол жақтың есебіменен. Бұл аятты неге айтып тұрмын, бауырлар? Саудагер адамның ең соңғы үлкен ережесі бар. Сіздің жасап жатқан саудаңыз сауап істерден, Алланың сүйген істерінен тосық болмау керек. Сауда жасап жатып намазын қаза қылу, сауда жасап жатып садақа бере алмай қалу, сауда жасап жатып зекетін ұмытып кету болмау керек ондай нәрсе.